Мгм. Саламатсыздар ма? Енді СФ жағдайында поступление товар келген жағдайда, товар, материал, азық-түлік, сондай жағдай келген жағдайда бізде мында 27 наурызда товары бізде пластилин келген екен. Пластилин ол бізде енді товарға жатады. Бұл жағдайда товар қабылдаған жағдайда біз сол манағыдай өткендегідей действиені қайталаймыз. Бірінші поставщикті қараймыз. ИП Ржавин Сергей. Бізде ондай поставщик жоқ. Контрагенттен қарап аламыз. ИП Ржавин деген жоқ ондай. Біз мына жерден жоқ болғасын создавать етеміз. Создать по данным СФ. Вот ИП бәрін несін салды. Бин КБСін записать, закрыть. Счетын салып жіберейік. Но бізде Forte банк. Копировать етеміз. Аны записать. 2-4-5-тегі кіреміз ИП-ға. Банковский счетынан создать етеміз. Банк бізде Forte банк дейді. Номер счета вставить етеміз. Записать, закрыть. Банковский счетін енгізіп, контрагентті енгіздік толыққанды. Перечитать. Записать, закрыть. Вот контрагентті енгіздік. Записать етеміз. Енді договорын тексереміз. Договор енді бұл новыйдан енгізілгендіктен создать по данным СФ дейміз. Записать, закрыть. Договор салынды. Записать. Товары, вот пластилин. Бізде енді бұндай товар бұған дейін болған жоқ. Болмағасын біз мына жерден товары деп создать номенклатуру жасаймыз. Создать номенклатуру, ол товар таңдаймыз. Выбрать. Вот мына жерден пластилин названиесін берді. Енді мына жерге біз количество измерений қоямыз. Бұл жерде енді 796 код деп тұр. 796 код ол бізде, вот 796 код СФ ол бізде штук деп тұр. Штукты таңдаймыз. Мына жер услугаға галочка болмайды, тек наименование, полное наименование, сосын единица измерения қоямыз. Болды. Записать, закрыть. Вот қойылды. Енді мына жерге штук дейміз. Вот товарын қойып алдық. Провести. Провести еткеннен кейін отражение в учетеден создать счет фактура дейміз. Окей дейміз. Вот мына жерден бізге ТМЗ жеріне автоматом түсіріп берді. Суммасы мынандай, количество осындай. ИП Ржавиннан дейді. Бұл жерден біз еш нәрсе өзгертпейміз, тек провести басамыз. Сосын создать на основание поступление ТМЗ услуг жасаймыз. Бұл жерден біз товары ОС услугын таңдаймыз. Төртінші бұл жерде де выбрать. Вот мына жерге вот учитывать КПН дейміз. Источник финансирования. Егерде род оплаттан түскен товар болатын болса, мына жерден вне бюджетті таңдауға болады. Бұл көбінесе енді азық-түлік, жаңағыдай сондай нәрселерді саламыз ғой негізінде. Егерде тоже азық-түлік түскен жағдайда осылай көрсетеміз. Бұл енді бізде пластилин бюджеттен түсіп жатыр. 17-10-ды алып тастаймыз. Мына жерде сумма, количество, счеты 13-30. Именно вот товарды поступление жасаған кезде бізде мына жерде движение запас сұрайды. Движение запас ол бізде ТМЗ бойынша код строки форма 6 болады. Вот мына жерде код строки форма 6. Егер ОС түскен жағдайда код строки форма 5 дейміз. А бізде код строки форма 6-ны таңдаймыз. Провести. Етілет болды. Бізде проведенный құжат жасалынды, товар келді. Бұл біздің обороткамызге көрінетін болады. Түскеннен кейін создать на основании мен платежка төлеп тастай аласыздар. Жақсы. Сау болыңыздар.